желтоқсанында. Бүгін біз Академияның Ақтөбе облыстық филиалының қызметіне шолу жасаймыз. Өткен жылы біліктілікті арттыру курстарынан 1153, қайта даярлаудан 226 мемлекеттік қызметші өткен. Ал облыстың ғылымға бет бұрған 4 мемлекеттік қызметкері Академияның магистранты атанды. Академияның Ақтөбе облыстық филиалы 2017 жылдың 29 желтоқсанында ашылды. 17 қызметкер жұмыс істейді. Директоры Садуақасова Саида Әсетқызы. Филиал қызметкерлері дәрістерді түрлі форматта өткізуге тырысады. Осы мақсатта бірнеше жоба әзірленген. Оның бірі басқарушылардың филиалдағы күндері жобасы мемлекеттік қызметке алғаш келгендерге арналған. Дәріске облыстық басқарма басшыларының орынбасарлары, бөлім басшылары қатысып, тәжірибесімен бөліседі, сауалдарға жауап береді. Ал әкім сағаты деп аталатын дәріске облыстың 12 аудан әкімдері шақырылады. Көшбасшылық, халықпен қарым-қатынас жасаудың тетіктерін осы аудан басшылары тарқатары сөзсіз. Қоғам қайраткерлері де қонақ дәріске жиі қатысады. Әрбір семинар, дәріс 5 минуттық креатив жаттығуларынан басталады. Сонымен қатар филиалдың интеллектуалдық өнімдері бар. Тайым менеджмент, жеке тиімділік, көшбасшы күнделігі секілді еңбек нұсқаулықтар мемлекеттік қызметшінің қолынан түспейтін жұмыс бағдарына айналмақ. Филиал бизнес-процестерді формализациялау, оңтайландыру және реинжиниринг жаттығулар арқылы ассессмент енгізу, ISO 21500 ұлттық стандарты бойынша оқыту және сертификаттау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесін сертификаттау, енгізу бойынша консалтингтік қызметтер, жеке және командалық коучинг сессиясы бойынша әдістемелік қызмет көрсетеді. Теориялық білім беру әдісін практикамен ұтымды ұштастыра білген Ақтөбе филиалының қызметіндегі басты ерекшелік осындай.